Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біз сіздермен алдыңғы видеоның жалғасы, яғни ең қызықты қаймағына келдік. Елдің бәріне, қазақтардың бәріне қызық тақырып қой. Олды қалай жоспарлаймын, қызды қалай жоспарлаймын. Осы сіздерге өте пайдалы болады деген ойдамын бұл ақпарат. Ұлды, қызды қалай жоспарлаймыз? Жалпы түсінік қалай болу керек? Қараңыздар, ер адамның аталық хромосомдық гені бұл XY хромосомды генін тасиды. Яғни кейде X-ті тасымалдайды, кейде Y-ті тасымалдайды. Ал әйел адамның хромосомдық гені бұл тек X-тан тұрады. Ешқандай мұнда Y хромосомы жоқ. То есть ер адамнан қандай хромосомдық ген келеді? Яғни егер ер адамнан X келетін болса, әйелде XX бұл бізде не болады? Қыз баласы болады. Қыз. Ал егер ер адамнан әйелге Y хромосомасы келетін болса, Y келетін болса, онда бізде не болады? Қараңыздар. XY пайда болады. XY бұл не болады? Ұлды білдіртеді. Яғни, осы математикалық алгоритмге қарау арқылы не түсінеміз? В целом, медицина бұл математика, арифметика. Түсініңіздер ғой? Бұл арқылы біз не түсінеміз? Яғни, қыздың қыз болуы, ұлдың ұл болуы әйелге ешқандай қатысы жоқ. Осы видеоны еркектеріңізге, туыстарыңызға, жаңағы ойбай қашан ұл туасын деп жүрген туыстарыңыздың бәріне жіберіңіз. Бұл видео полезный болсын, өйткені әйелдің ешқандай қатысы жоқ. Барлық информация ген ол ер адамнан келеді. Және де кейбір ұрықта бар, ол научный исследованияда бар, яғни кейбір ер адамдар тек қана Y хромосомасын тасымалдайтын, кейбір ер адамдар бар, тек X хромосомы генін тасымалдайтын. Яғни ұрығында тек қыздар болуы мүмкін, ұрығында тек ұлдар болуы мүмкін. Поэтому бұл жерде наука. Әрі қарай, бірақ мен сіздерге бір тапқан информациям, кейбір дерек көздерінде білесіздер, жаңағы әдейі айтып өттім, ер адамдардікі ұрығы өмір сүру уақыты 3-5 күн болатын болса, әйел адамдардікі 24 сағат. Енді мұндағы Y хромосомындағы X бұл баяу болатын болса, төмен қимылдайтын генді хромосом болатын болса, Y бұл белсенді хромосом. Яғни 24 сағаттың ішінде, яғни дөп түсіп Y хромосомы келетін болса, ол кезде 24 сағаттың ішінде дөп басып Y келетін болса, ол кезде әйел қыз ұл тууы мүмкін. Ал егер керісінше осындай кішкене ауытқып, баяу мынау X келетін болса, асықпай кербезденіп келетін X келетін болса, ол кезде әйелде қыз баласы болуы мүмкін. Сондықтан да базальная температура дейміз, әйелдерге базальный температурасын өлшеуді кеңес беремін. Базальная температура во время овуляции төмендейді. Және де сіз етеккір цикл выделенияңызға қарайсыз, яғни выделенияңыз жұмыртқаның піспей қалған ағы сияқты болады. Астыңғы жағыңыз, яғни овуляция жарып шыққан жақта ауырады. Как будто бірдеңе лопнуть еткен сияқты кішігірім ауырсыну болады. Және де сол күні сіздің көңіл-күйіңіз өте керемет болады. Осы және де УЗИ арқылы, овуляциялық тест арқылы, өзіңіздің клиникалық көріністеріңіз арқылы, базальная температура арқылы сіз овуляцияңызға дөп түсуіңіз мүмкін. Менімен бірге болған доктор Каримбаева, интегративті акушер-гинеколог. Осы видео сіздерге пайдалы болған болса, осы видеоның астына лайк, комментарий қалдырып, менің парақшама тіркеліп, менен келесі видеоны күтіңіздер.